Менің депутаттық сауалым екі министрлікке арналады. Өнеркәсіп және құрылыс министрі, ауыл шаруашылығы министрі. Президент соңғы жолдауында машина трактор паркінің жаңару қарқынын отандық өндірушілер мүддесін ескере отырып, жылына 8-10%-ға дейін жеткізуді тапсырды. Бұл тапсырманы орындау үшін жылына кем дегенде 400 миллиард теңге қажет. Бүгін елімізде трактор, комбайн, аспалы тіркемелі техника мен жабдықтар жасайтын 3000-нан астам адамды жұмыс орындарымен қамтамасыз етіп отырған 18 зауыт жұмыс істейді. Ауыл шаруашылығына қажет техниканың кем дегенде 50% отандық өнімдермен жабдықталуымен қоса, 1,5 мыңнан астам әртүрлі қосалқы бөлшектер мен жабдықтардың түрлері қажет. Өңірлерде кәсіпорындардың өкілдерімен кездескенде келесідей мәселелер көтерілді. Бірінші, бәсекелестік. Елімізде жасалған ауыл шаруашылық техникаларының өзіндік құны өзіміздің нарықта көршілес елдердің арзан өнімдерімен бәсекеге қабілетсіздігін көрсетуде. Мысалы, бізде шығарылатын сепкіштердің орташа бағасы 2,2 миллион теңге, ал Ресейде шығарылатын сепкіштердің орташа бағасы 1,6 миллион теңге. Бір сөзбен айтқанда, елімізде қалуға тиіс қаражаттың бәрі көрші елдің зауыттарына кетіп жатыр. Себебі біздің зауыттар қажетті темірді Ресейден қымбат бағамен алады, ал олар өз зауыттарына арзан бағамен сатады. Бұдан басқа көрші мемлекет тарапынан өндірушілеріне көрсетіліп жатқан көмекті біздегі көрсетіп жатқан көмекпен салыстыруға келмейді. Мәселен, бізде аспалы тіркемелі техника мен жабдықтар шығаратын зауыттарға мүлдем мемлекет қолдау көрсетілмейді. Атап айтсақ, Қызылорда қаласында орналасқан Квант жауапкершілігі серіктестігі су шаруашылығына қажетті жабдықтар шығаратын кәсіпорын жұмыс істеуде. 80-нен астам адамға жұмыс орындарын беруде. Бұдан басқа Ақмола облысында Азам КС жауапкершілігі серіктестігі еліміздегі элеватор кешендерін шығаратын бірегей кәсіпорын. Осы сияқты басқа өңірлерде де отандық кәсіпорындар көмекке зәру. Жаңа айқайлар үкіметке жетпеуде. Екінші мәселе, зауыт өкілдерінің барлығы дерлік отандық темірдің дәнекерлеуге келмейтіндігін, сапасының төмендігін көтерді. Сол себепті көрші елдердің шикізатына тәуелді екендігін алға тартты. Осы мәселенің шешімі бар ма? Үшіншіден, кадр саясаты. Қанат Бейсенбайұлы, сіз басқарып отырған министрлікте ауыл шаруашылығы машина жасау сұрақтарымен бір адам айлансады екен. Бұл ауыл шаруашылығы кешеніндегі стратегиялық маңызы бар салаға атүсті қарау деген сөз. Бір адаммен мемлекет басшысының ескірген ауыл шаруашылық техникасы паркін жаңарту бойынша тапсырмасын қалай орындамақсыз? Біздің ойымызша ауыл шаруашылық машина жасау сұрақтарымен арнайы департамент айналысуы қажет. Өнеркәсіп дамыған елдердің тәжірибесін алып қараңыз. Төртінші мәселе. Біздер былтыр комитет отырысында осы көтеріліп отырған мәселені қарастырғанда мынандай жағдайды анықтадық. Жалпы, бірде-бір мемлекет құзырлы орган ауыл шаруашылық техникаларының нақты қандай түрлері мен қанша саны барын айта алмайды. Бұл деректерді тиянақты анықтап алмай, саланы дамыту мүмкін емес. Сондықтан біз ауыл шаруашылық министрлігіне өңір әкімдерімен бірлесіп, осы сұрақты бір ретке келтіру бойынша ұсыныс беріп едік. Өкінішке орай қозғалыс байқалмайды. Жалпы еліміздегі ауыл шаруашылығы машина жасау саласы әлеуетінің зор екендігін атай отырып, Қанат Бейсенбайұлы, Айдарбек Сейфелұлы президенттің тапсырмасын орындау мақсатында стратегиялық бағдарламасының іске асырылу жөнінде атқарылып жатқан шараларыңыз туралы аграрлық мәселелер комитетіне хабарлауларыңызды сұраймын. Ауыл партиясы фракциясының депутаттары және аграрлық мәселелер комитетінің мүшелерінің атынан. Рахмет.